Негізі аққулар бізге қыштаған ғана келеді. Себебі көл ысық болаттағы тоңбай танша көп. Ема аққулардың бізге Қазақстандан Сибирден ұшып келеді. Көл жылы болған үшін қыштайды да қайыр ұшып кетеді. Негізгі биологиясы бізге ұшып келген аққулар октябрьдің аяғында, ноябрьда келешеді дағы, қайра март, апрельдің башында ұшып кете баштайды, өз жеріне қайра. Аққулар бізде негізі ұялабайды, қыштаған ғана келеді. Берді аққуның өлгенін көрсетеді, аққу емекен. Чоңырақ екен да. Себебі аққу қартаң осында ақ болады, а жашы болса күрең түсті болады да. Мұны комментарий берген себебі бұл аққулар көп атқан жоқ. Бұл табиғи нәрсе. Бізге ұшып келген құстардың көбі өлі өрбейді. Бейді бір-екі өлі отпай. Бұл табиғи нәрсе. Негізі аққу бұл жапай құштарға кереді. Бұл дайым адамдардан қачады. Адамдарды жақындаған сайын бұл алыстайды. Мысалы, мұнау емес ептен көлді көп өліп қалғандарды көресің. Себебі алар негізі тамағы тай жерде болады. Башы ал чүңкей албайды да. Башы жеткен жер, мойны жеткен жерден балаларымен тамақтанады. Ал еме мұнау жеке кісілер барғанда, ал жегеттен кетеді дағы, тереңірек жаққа кетіп қалады дағы, аяқ барғанда балалары жей албайды, өсімдіктер жей албайды. Ал суда өскен өсімдіктердің тамырыменен, ұрығыменен тамақтанады негізі. Көлдің жиегінде аққулар жүрсе барбаш керек. Бұл адамдардан қашып, осы алыс жаққа барып отады да, терең жаққа кетіп, тамағын жей албағады. Екіншіден, мұны тамақ бересіз деген ал болбаған сөз. Тамақ бергендімде ал келмек біле. Қайры қойсыңар тамақты. Бұдайды қайқа шашасыңар, ладно. Бұларды айтып отпай, тамақ беріш керек деп. Қайырге шашасыңар, суын ішіне бол. Жерге, ал сразу қарғалары жеп кетеді, башқа шымықтар жеп кетеді. Айырге аққу келбейді. Аушан үшін ең негізгі мен айта тұрған себебім бұны көп жылдан бері байқау жүргізіп отпай. Аларға тыншын албаш керек. Алар тұрған жерге барбаш керек басып. Адамдардан қорқады алар. Адамдарға ішенбейді бізде. Әртүрлі адамдар барды. Ошон үшін өзінің жайына қош керек. Бізде ыстық көлде алардың жемі жетішті. Балалар бар. Алардың тыншын албаш керек. Bir күнде бар өлгенде бұл инфекция еместі. Бұлар мындай шыққанда чөпменен тамақтанады. Бұл жыртқыш құштар еместі. Жыртқыш құштар мысалы бір жеп алып, бір жеп жүре береді, іштік болмайды. Ал бұл күніге жеш керек. Күніге суткасына 2-3 жол тамақтанады. Ал ошол тамағы жейді уақытында тыншын алса, тереңдік етіп қалады да. Сол себептен бұлар арықтап, ансында суық та. Суықта тамақ жебеген жануар сөз сөйлетті. 2025 жылғы январдан баштап, 20 январдан баштап санақ жүргіздік көлді айланта. Мына осы санақтан негізінен жалпы бардығы болып 64 түрі кездешті. Анын ішінен 68 мың құстар кездешті да. Қызыл кітепте мысалы аққунun 3 түрі кездешеді бізде. Ошонун ішінен кликун жоғысы аққу, қорқылдағы аққу дейді. Мұны ошо қызыл кітепте. Анын 373 түрі кездешті. Жалпысынан аққулардың шипун, кликун менен бардығы біргіп, ұшқылдақ, қорқылдақтар кездешті. Где-то 2000-ге жақын қыстады. Мына біз көп жылдан бері санақ жүргізіп жатабыз, 2000 жылдан бері. Мына ошо санақтарда анча деле өзгөрүүлөр жок. Мурунда кандай болсо ошол санда келип атат. Мындан эмне айтса болот? Мурал уялаган жерлерде дагы ошондой бир калыптагы деп ойлойм. Кыштаган келгенде ошо уялагандан жарыша болот да. Мисалы булар бизде уялабайт. Казакстан, Сибирде уялайт, бизге кыштаганы келет. Ал жакта дагы кыштоосу болбосо дагы
значит уялуу мезгили жакшы өтүп атат деген мааниде. Кандай аякта уялуу жүрсө бизде да ошондой эме болот да, сан болот.